Сонымен достар, алдымызда Hyundai Avanta осындай әдемі ақ түсте. 1.6 екен мотордың көлемі, GDI дейді. Таза кәріс, бірақ мотор японец. 8.200.000 теңге деп тұр. Телефон номер алдарыңызда, экранда. Әдемі титан дискіде. Салон таза былғары, мультируль. Сыртқы жағдай осындай. Моторына келетін болсақ, таза японец GDI деп аталады. 1.6, 16 клапан қоя бұлар, 16 клапан. Көліктің жағдай осындай достар. Көлік ұнап жатса, хабарласыңыздар. Сонымен достар, алдымызда тағы бір қызықты вариант болып тұр. Мына жерде свежий завоз дейді. Мынау Mercedes-Benz 97 жылғы мотордың көлемі 3.2, 9 миллион сұрап тұр. Енді автокөліктің өзіне келетін болсақ, свежий завоз деген бұл осы жақында кіргізілген біздің Қазақстанға. Мынау боялмаған, өзінің завод бояуымен. Мынау арасындағы зазор арақашықтарды байқап қарасаңыздар, бірдей бәрі, ешқандай не жоқ. Мынау алдындағы лобовый әйнегіне келетін болсақ, оригинал өзінің лобовый терезесі. Машине ішінде салафанда тұр. Жылы 97 болғанымен көлік жаңа болып есептеледі. Телефон номер алдарыңызда. 9 миллион сұрап тұр. Көлік жабық енді. Сыртынан тамашалауға тура келеді. Мынау артқы әйнегі де лобовойда оригинал екен. Байқап қарасаңыздар. Арасындағы арақашықтар тегіс. Өте бір әдемі жағдайдағы көлік. Ұнап жатса, хабарлассаңыздар болады. Сонымен достар, тағы бір Toyota Alphard түсіргіміз келіп тұр. Мына жерде осындай орыс тіркелімде. 2007 жылғы мотордың көлемі 3, автомат, 190.000 пробег, 190.000 шақырым жүріп тастаған. Салоны велюр екен. Бағасы 5,5 миллион деп тұр иесі. Енді келісім бар дейді негізі. Сырттағы көліктің жағдай осындай. Енді ішінен бастап көрсек. Оң жақ руль, таза оригинал өзінікі. Мына жерде мультируль бар екен. Мына сиденьялары плавающий дейді, ары бері. Жақсы эвапориктар салған. Арт жағын айналып түсетін болсақ. Можно, да? Ортасында мынандай үш орындық. Артында да үш орындық. Белгілі, төбесінде мынандай ашылып жабылады екен. Панорамный крыша дейміз. Төбесінен түсіретін болсақ осындай көрініс. Алдында люгі бар. Жалпы достар, көліктің жағдайы осындай. Көліктің іші бір мини үй десе болады, мини бөлме. Көлік ұнап жатса, хабарласыңыздар. Негізі 5,5 миллион. Бұл автокөлік үшін аса қымбат деп ойламаймын. Көріңіздер. Тағы бір Toyota Camry әйгілі. Сороковка, қырковка дейміз. Осындай әдемі сұр түсте. 2007 жылғы мотордың көлемі 2.4. Автомат. Қанша сұрап тұрсың бауырым? 6,5. 6 миллион 500 дейді. Келісім бар ғой, саудасы бар дейді. Телефон номері шықпай қаптар жағынан бір
көрермендерге көрсетіп берсек. Аха. Жақсы. Титан дискіде. Салон велюр. Толық электропакетте. Көліктің жағдайы жаман емес. Достар, көлігін алатса хабарласып, өз пікірлеріңізді қалдырып отырсаңыздар болады. Toyota Previa Minivan. Срочно сатамын дейді, 92 жылға. 2 миллион 950 мың бағасы. Механика екен, 2.4 мотордың көлемі. Мотор ауысқан дейді, контрактный мотор салынды дейді. Телефон номер алдарыңызда. Экранда көрсеңіздер болады. Паузаға қойып. Көліктің жағдайы қалпақ, темір дискіде. Көліктің жағдайы жақсы. Төбесінде панорамасы бар екен. Алдында люгі бар, рейлингі бар. Артындағы багажы өте кең. Автокөлік таза 7 орындық. Ортасында капитандық орындықтар бар. $360 градусқа айналады екен. Қалай ыңғайлы сөйтіп отыра бересіздер. Сонымен достар, Previa ұнап жатса, пікір жазып, хабарласып қойсаңыздар болады. 2000 жылға Subaru'ды көрейік. 2.5 мотордың көлемі автомат. 3 миллион 900 сұрап тұр бұл көлікке. Таза универсал, төбесінде рейлингі бар. Титан дискіде. Телефон номер алдарыңызда экранда. Салон велюр екен. Көліктің жағдайы орташа. Subaru сүйер қауымға көрсеңіздер болады. Есіктері нық жабылады екен. Айтпақшы, шумкасы бар екен. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Тағы бір 7 орындықты түсірейік, достар. 97 жылғы Toyota Hiace болғанда Regius дейді. 4 миллион 490 мың теңге деп тұр. Газ бензин екен. Телефон номер алдарыңызда. Автомат 2.7 екен мотордың көлемі. Төбесінде мынандай люгі бар. Руль оң жағында. Мынандай орындықтары бар. Артында 3, ортасында 3. Сонымен жүргізушімен 8 орындық болады. Көліктің жағдайы осындай. Достар, хабарлассаңыздар болады. Сонымен алдымызда тағы бір минивэн. Honda Odyssey 2000 жылғы. Моторы Штек 2.3, коробка автомат. 16 клапан. Бензин. Салон велюр. 5 миллион деп тұр бауырымыз. Бірақ саудасы бар дейді. Мына телефонға хабарласып, сөйлесіп, білсеңіздер болады бүкіл мәліметті. Толық электропакет. Көліктің жағдайы негізі өзінің жасына жақсы. Есіктері жақсы ашылып жабылады екен. Ева полик астында. Бірақ ортасында мынандай шынтақ қоятын несі бар. Артында 2 орындық, ортасында 3 орындық, алдында 1 орындық. Сонымен таза 7 орындық болып есептеледі, достар. Минивэн ұнап жатса, достар, телефонға хабарласып сөйлессеңіздер болады. Жасыл түсте Honda CR-V 97 жылғы. Мотордың көлемі 2. Автомат
4 миллион 500 мың теңге сұрап тұр. Телефон номер экранда. Толық жетекте екен. Машине. Велюр салон. Артқы көрініс осындай. Хабарлассаңыздар болады. Акцент Hyundai ақ түсте 2014 жылғы 1.6 мотордың көлемі. Бағасы келісімді. Телефон алдарыңызда. Қарапайым дискіде қалпақ кигізіп қойған. Көліктің жағдайы осындай. Хабарласыңыздар.